16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Жанұя болғаннан кейін дау-дамай болмай тұрмайды, өзімізге белгілі. Сол дау-дамайдың ең басты кінәлі себепшісі ол өзімізге мәлім арақ, ішімдіктер, уытқұмарлық нәрселерге құмаршылық таныту отағасының. Онымен қалай күресуге болады? Осы араққа салынған отағасын емдету жолдары бар ма? Сот қалай бұл үрдіске көмектесе алады? Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы маскүнемдіктен мәжбүрлеп емдеу деп аталады. Аталған тақырып бойынша бүгінгі бағдарлама қонақтарын таныстыра өтсек. Мұнайлы аудандық сотының төрағасы Наурызбаев Серік Тұяқанұлы. Қош келдіңіз. Сонымен қатар Мұнайлы аудандық сотының судьясы Бертай Серік Мұратбайұлы. Қош келдіңіздер. Бағдарлама тақырып бойынша түсірілген бейне сюжетке назар аударайық. Әр отау ол өз алдына шағын мемлекет. Десе де сүттей ұйып отырған шаңырақтың шайқалуының басты қаупі ол ішімдік. Бүгінде қоғамда алкогольді жанына серік етіп, маскүнемдікке салынған қаншама жан бар. Салдарынан қара көздеріміз жетімдер үйін паналаса, енді бірі сот алдында жауап беруге мәжбүр. Өйткені маскүнем күйінде іс-әрекеттеріне жауап бере алмай, әйеліне қол көтеріп, шаңырағының шырқын бұзғандар жиі кездеседі. Мәселен, 160 мыңнан астам тұрғыны бар Мұнайлы ауданында маскүнемдікке шалдығып, отағасынан араша түсуін айтып арызданатындар бар. Бірақ өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш төмендеген. Мәселен, былтыр Мұнайлы аудандық сотына жұбайының маскүнемдігін мәжбүрлі түрде емдетуге 30 әйел арызданса, биыл 9 ғана шағым түсіріпті. Өткен жылғы сандарды сөйлетсек, 30 арыздың 18-не емделуге жолдама берілген, ал 4 әйел арызын қайтарып алып жолдасымен бітімгерлікке келіпті. Сондай-ақ биылғы арызданушы 9 азаматтың арыздары қаралған. Алайда 2 адамның сот шешімімен облыстық наркологиялық диспансерге мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы арызы қанағаттандырылды. Ал 5 қыз-келіншек арызын қайтарып алған. Ішімдік атадан қалған аманат емес. Сондықтан ағзаға келер зияндығы мен қоғамға келер қауіпті де ойлаған орынды болар еді. Серік Тұяқанұлы, сұрақ өзіңізге қойғым келіп отыр. Айтып өткендей, Мұнайлы аудандық соты жалпы Маңғыстау облысы бойынша ең үлкен ауданның бірегейі деп те айталамыз. Сонымен қатар, осы Мұнайлы аудандық сотының жүктемесі де өте ауыр. Сіздің сот қандай істерді қарайды? Сонымен қатар, енді біз бағдарламамыздың ең басты айдары татуласу сотқа дейін сотта болғандықтан, осы татуласу бағыты бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті студия қонақтары. Енді өзіңіз жаңа тоқталып кеткендей, біз Мұнайлы аудандық соты құрылғаннан бері 2007 жылы осы аудандық сот аудан құрылғаннан бері 2007 жылдан бері сот қызмет етіп бәтір. Ол кезде бастапқы кезде 3 судья, кейін 4 судья болған судья, қазіргі кезде 6 судья бірлік, яғни 6 судья құрам төрағасымен қоса. Қазіргі таңда халықтың саны бұрынғыға қарағанда 2000 ашылғаннан 54 мың халықпен ашылған болатын болса, қазіргі таңда бүгінгі статистикалық мәлімет бойынша 163.200 адамды құрап отыр. Бұл тіркелгендердің саны нақты. Ал енді осы қазіргі таңда осы Мұнайлы аудандық сотында өзімен қоса 2 судья, 3 судья жұмыс қызмет атқарып жатыр. Жүктеме біздің аудандық сот, яғни жалпы әкімшілік, азаматтық, қылмыстық барлық санаттағы істерді қарайды. Яғни аса ауыр қылмыстар емес, ауыр қылмыстық істер бойынша аса ауыр қылмыстар қаралмайды, қалған қылмыстардың барлық категориясы қаралады. Енді қазіргі кезде сотқа дейінгі сот кезіндегі бітімгершілік бойынша медиация бітімгершілік бағытында барлық мүмкіншіліктер
жасап жатыр тараптарға. Қылмыстық іс бойынша да, азаматтық іс бойынша да, әкімшілік іс бойынша да медиация тәртібімен даудың алдын алу, оған сотқа дейін татуластыру. Қазіргі кезде меморандумның аясында осы жылдың соттар билер кеңесін құрмақшы болып, осы жоспарда бар. Ол жөнінде қазір алдағы уақытта осы айдың аяғына дейін құрылып, жарлығы тіркеледі. Ал енді келетін болсақ, бітімгершілік сотта келген тараптарды қазіргі пилоттық жоба бойынша азаматтық істерге тоқтала кететін болсақ, қазіргі кезде осы жоба бойынша бұрынғыға қарағанда азаматтық істердің саны көбейді. 2017 мен 18-да есеп салыстырмалы статистикаға қарағанда тек азаматтық істердің ол 2 есе өсіп отыр. Осыған байланысты заңнамаларға өзгерістер енді. Кейбір оңтайлаттыру мақсатында кейбір жаңа бұйрықтық істер азаматтық тәртіпте қаралатын. Олар жаңа санкция дейміз, олар көбі сот орындаушыларынан прокуратураға, сот орындаушыларына жүктеме азайып келе жатыр дейсіз ғой? Иә, жүктеме азайып келе жатыр. Сонымен қарап отырған жоқпыз. Жаңағы барлық жүктемені одан да жеңілдету мақсатында жаңағы пилоттық жоба бойынша бітімгершілік жұмыстары да атқарылып жатыр. Оның ішінде жаңағы сотта медиация, оның ішіндегі жоба бойынша 5 күннің ішінде судья медиатор тағайындалған. Тараптарды 5 күннің ішінде шақырып, жаңа медиацияның тиімділігін түсіндіреді. Түсінікті. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деп дана халқымыз айтқандай, біз жалпы Серік Мұратбайұлы, сіздің бір істі жақсы бітімгершілікпен аяқтағаныңызды естігенбіз облыстық сот. Бұл қарапайым халық арасында осы Маңғыстау облыстық сотының төрағасына келген бір адамның әңгімесі екен. Сізге жүгінген азамат келісім шартты заңсыз деп тану туралы, негізсіз деп тану туралы жүгініпті. Алайда жауапкер адал ақшамен сатып алған, айтып өзінің негізсіз жауапкер екені болған. Алайда осы сіздің қарауыңызға, өндірісіңізге түскеннен кейін сіз екі тарапты бітістіріп, бітімгершілік бекіткеніңізді естідік. Сол іс бойынша анығырақ айтып берсеңіз, халыққа түсінікті болу үшін. Халыққа түсінікті болу үшін енді ол ерлі зайыптылар өзіңіз айтып өткендей, өздерінің адал еңбектерімен жинаған табыс қаражаттарына Түркменстан Республикасынан көшіп келген азаматтар осы күнге дейін жинаған табыстарына, адал ақшаларына үй сатып алып, 2018 жылы мамыр айының 28 күні сатып алу шарты жасақталып келісімге отырған. Алайда талап қоюшы осы келісім шартты заңсыз деп, жарамсыз деп тану туралы сотқа арыз түсіріп, арыз сотта 1 айдай астам қаралып, тараптарға Қазақстан Республикасы медиация туралы заңын түсіндіру сабақтары толық жүргізіліп, қайта түсіндіріліп, айтып, тараптар араларында болып жатқан дауды медиациялық іс жүргізу тәртібімен келісімге келуіне байланысты азаматтық іс жүргізілуі тоқтатылды. Қазіргі кезде қандай негізде тоқтатылды сонда? Кімнің пайдасына? Қазіргі кезде сол сатып алған негізі талап қоюшының қойып отырған талабы негізсіз деп танылды. Ол түсіндірілді. Өзіне түсіндірілді. Тараптардың бәрі түсініп, сотта бір-біріне риза болып, араларында да медиациялық іс жүргізу тәртібімен шешім тауып, азаматтық іс жүргізілуі тоқтатылды. Оның барлығы ол сіздердің жаңағы халықпен араласып, халыққа түсіндірме жұмыстарын риза болып тарасты дейсіздер ғой. Өте жақсы. Енді біз бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшсек, Серік Тұяқанұлы, енді мен өзім білем, облыстық соттың судьясы ретінде біз сіздердің қараған істеріңізді анализ жасап отырамыз. Менің бір байқағаным, осы барлық ауданға қарағанда, Мұнайлы аудандық сотында мәжбүрлеп алкогольдік ішімдікке салынған азаматты еріксіз түрде емделуге бармаған кезде еріксіз емдету шаралары туралы
істердің көп қаралатындығы мен жалпы байқадым. Сіздерде болады. Басқа аудандарда ол біреу, екеу болса, сіздерде 4-5-еуден кездеседі екен. Сондай істерді не үшін сондай істер сізге келеді және қалай қаралады? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Жанұясына тиісіп тыныштық бермейтін азаматтар бар ғой, ішімдікке салынған, ол ащы да болса шындық қоғамда бар ондай. Сол кезде жаны шырылдаған әйел, ана құрттай қандай балаларын, балапандарын қорғаған, не істеу керек, қайда жүгіну керек? Сол туралы бір түсінікті қылып айтып өтсеңіз. Енді біздің ауданда жиі тараған жаңа алкогольден мәжбүрлеп емдеу туралы азаматтық істер былтырғы жаңа қуанышты жағдай, былтыр 30 азаматтық іс қаралатын болса, биыл 7 азаматтық іс қаралып отыр осы 4 айда. Яғни ол кезде ішімдікке салынған адамның жанұясына тиіседі, басқа да жаңағыдай жұмыс жасамайды. Ол ондай жағдайларда жаңағы ішкі істер органдары арқылы жаңағы арызданады жанұя тұрғыны. Сосын оны науқастау неге мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы арызбен жаңағы наркология дейміз ғой, несі? Денсаулық сақтау органы аудандық. Сол арызбен сотқа жүгінеді. Осында жаңағыдай. Оған дейін ол жаңағыдай неден обследованиеден. Ол арызды қозғау үшін негіз болады біріншіден. Ол жұбайының арызы болуы мүмкін. Немесе үй ішінің арызы, немесе мекемесінің, сонымен қатар жаңағы қоғамдық бірлестіктер бере ала ма? Қоғамдық орындар, мысалы, қоғамдық ұйымдар. Қоғамдық ұйымдар бере алады. Сосын жаңағы ішкі істер органдары инициатор бола алады. Сосын жаңағы денсаулық сақтау органына жіберіледі. Сосын жаңағы түгел медициналық, егер противопоказание жаңағыдай емдеуге қарсы показания не болмаса, көрсетілімдер болмаса, сол кезде оны жаңағыдай арызбен жүгінеді сотқа. Оның қаралу тәртібі жаңағы соттық өндірісіне қабылданған күннен бастап 10 жұмыс ішінде қаралады. Яғни осы тоқталып кететін болсақ, осындай 9 іс түсіп, соның екеуі қараусыз қалдырды. Себебі жаңағы арызданушылар өзінің арызын қараусыз қалдыру жөнінде өтініштер білдіріп, яғни оның түзелгендігін, жаңағы мына ішімдік ішуді қойғандығын өзі дәлелдеп, сондай болды. Рахмет. Серік Мұратбайұлы, енді өзіңіз жаңа айттық қой, тәжірибеде отырған судьясыз, осындай істерді қарайтын азаматтық істерді. Осы науқасты мәжбүрлеп емдеуге жіберу туралы арыздың кімді қатысуымен қарайды? Сотқа кім келеді? Ал жаңағы өзіміздің мәжбүрлеп емделуге жіберілу керек науқас жоқ жағдайда кейде болады ғой, ол жоқ болып кетеді. Оны таба алмай жатады. А сот қалай қарайды сол кездерде? Соның тәртібін айтып өтесіз ба? Өте орынды сұрақ. Ондай мән-жайлар сотта орын алады. Бірақ мәжбүрлеп емделуге жіберілетін науқас сот отырысына шақыртылады. Оның қатысуымен және бастамашы болған органның өкілінің қатысуымен, науқастың туыстарының қатысуымен қаралады. Егер де алкогольдік ішімдікке салынған азамат ерікті емделуге сот отырысына келуден жалтарған жағдайда сот мәжбүрлеп алып келу жөнінде ішкі істер органы арқылы сотқа келуін қамтамасыз ету жөнінде шара қолданылады. Ішкі істер органдары соны алып келу міндетті. Ал мәжбүрлеп емдеуге жіберуді туралы өтінішті сіз қанағаттандырдық дейікті. Ол қалай орындалуға жатады? Заңды күшіне ену керек па? Заңды күшіне 1 айдан кейін енеді. Шешім шығарылған күннен бастап, және іске қатыспаған тараптар, кейбір тараптар өзінің қатысуынсыз қарау жөнінде сотқа арыз түсіргендіктен, олардың қатысуынсыз қаралады. Сондықтан оларға шешім жіберілген күннен бастап 1 ай мерзім есептеліп, заңды күшіне енгеннен кейін сот шешімі орындау үшін жолданады. Ал мынандай жағдай болады. Мәжбүрлеп емделуге жіберіледі. Қандай уақытқа жіберіледі? Уақыты? Оны дәрігерлер өздері денсаулық сақтау ұйымының қорытындысында көрінеді. Мәжбүрлеп емдеу қажет ететін уақыттарын
өздері бүткіл врач дәрігерлер отырып 6 ай, 1 жыл, 2 жыл сондай қорытынды береді. Сол қорытындыға қарап сот отырысында анықталған мән-жайлармен тағайындалады. Бірақ қорытындыда көрсетілген мерзімнен жоғары берілмейді. Жоғары берілуге болмайды. Енді ол мәжбүрлеп емделуді өтіп атады. Науқас ол ерте жазылса, мысалы дейік, онда сотқа ұсыныспен шығуға мүмкіншілік бар ма? Қысқарту жөнінде осы мерзімді. Мысалы 1 жылға 12 айға мәжбүрлеп емдеуге жіберілді дейік науқас. Ол 6 айдан кейін дәрігерлерде байқайды оның іс-әрекетінде, сөзінде, жүріс-тұрысында бір шама өзгеріс бар екен. Және де өздері сондай қорытындысы берсе, оны қайтадан өзінің ортасына, жанұясына қайтару мүмкіншілік бар ма, жоқ па? Ол жөнінде ондай бізде практикада болған емес, бірақ ол негізінде мәжбүрлеп емделуге қаралып жатқан азамат өзің дұрыс дәрігердің көрсетілулерін бәрін орындап, жақсы ем қабылдап емделсе, ол арыз арқылы қаралуға жатады деп. Оны тіпті дәрігерлер өзі шығарады. Ұсыныспен шығады дәрігерлер. Қосымша айтып кететін жағдай бұл жерде, яғни жаңағы 1 жылға жаңа сіз айтқандай 12 айға мәжбүрлеп емделуге жіберілді соттың шешімімен. Яғни өзінің жаңағы барғаннан кейін жаңағы наркологиялық ұйымда оны бір курс лечениеде, бір цикл. Сол уақытқа емдейді. Егер сол уақытта ол әрі қарай емдеуді қажет етпейтін болса, сөйтіп врач қорытындысымен жаңа емдеу, мәжбүрлеп емдеудің әрі қарай босатылады. Врачтың қорытындысымен. Бұл жерде шешімде көрсетілген осындай мерзімге мәжбүрлеп емдеу. Яғни ол 6 айдан кейін болсын, 8 айдан кейін болсын емделіп шықты, емделді деген қорытынды, сондай қорытынды беретін болса, олар өздері жаңағы нарколог ұйымдар өздері босатады. Бұл жерде айтып өтетін шешімнің күші жойылмайды, бірақ мәжбүрлеп емдеу мерзімі тоқтатылады. Науқастың жақсы ем қабылдауына байланысты. Солай бұл дұрыс шығар. Жалпы кез келген қоғамдық осы қоғамда болып жатқан қарым-қатынастың бәрін алып қарасақ, барлығы да айналып келгенде қарапайым халықтың әлі жетпей жатса, сот органына жүгініп шешілуге болады. Мәжбүрлеп емдеу туралы әңгімені біз неге қозғап отырық? Себебі бізге көптеген әйел азаматтары арыз жазады, ұсыныс айтатын әлеуметтік желілер арқылы. Менің жұмыс жасамайтын күйеуім бар, арақ ішетін жолдасым, үйге тиеді, қандай жағдайда біз оны емдете аламыз дейді. Міне оның айқын жауабы осы. Сонымен қатар алкогольдан өзге бізде туберкулез дегенде ауру бар да, білеміз. Ол да бір қоғамның алып баратқан дерті. Қазақстанда бұл туберкулез жыл сайын өсуде, әрине бұл өкінішті жағдай. Туберкулезге шалдыққан адамдарды емдегісі келмейтін, емделгісі қашып жүрген, ашық түрде орта қоғамға қауіпті адамдарды да біз сот арқылы емдеуге мәжбүрлей аламыз ба, Серік Тұяқанұлы? Мәжбүрлей аламыз. Ол да жаңағыдай алкогольден емдеу сияқты туберкулезден ауыратын азаматтар емдеуге жіберіледі соттың шешімімен. Бұл енді жаңа тоқталып кететін болсақ, статистикалық мәліметке байланысты 18-ші жылы аудандық сотта 1 қаралған, ал мына 4 айда туберкулезді мәжбүрлеп емдеу жөнінде қаралған жоқ. Ал енді бұл жерде тоқталып кететін тағы да бір мән-жай, енді науқас өздігінен емделуден жалтарып жүрсе, ол жаңа қоғамға қандай да болмасын осы жұқпалы ауру, қоғамға мысалы кішкентай балалар бар, иммунитеті төмен, айналадағы қоршаған ортаға жұғады. Сондай мәжбүрлеп өзі емдеуден жалтарған жағдайда ғана жаңағы денсаулық сақтау ұйымы өтінішпен, арызбен шығады, сол бойынша қаралады. Кейбір жағдайларда енді бұл көбінде жаңағыда ауру болғасын, жұқпалы ауру болғасын жерде соны жаңағы емдеу мекемесіне орналастырып, оның қатысуынсыз видеоселектор дейміз, қазіргі не бойынша смарт сот дейміз, сол арқылы қарауға болады. Потому что бұл сотқа барлық жағдайда ашық болғаннан кейін оған келіп шығып келетін адамдар, бала да бар, неде бар, басқасы да бар. Ол жұқпалы ауру. Енді айтқанда воздушно-капельным путем дейді ғой, ауамен тарайтын ауру болғасын, бұны
обязательно жаңа изоляцияда міндетті түрде изоляцияда ұстау керек. Ол жаңа денсаулық сақтау органының ол арызын сот қарағаннан кейін 10 күннің ішінде шұғыл қарайды. Қарағаннан кейін мен білем азаматтық процесстік кодекске сай ол дереу орындалуға жатады. Дереу орындалуға жатады. Көрсетіледі, жаңа шешімде дереу орындалуға жатады деп. Көп жағдайда жаңағыдай егер мәжбүрлеп туберкулездің өзі закрытый, открытый, жабық, ашық дейді ғой. Соны открытый болса, оны сот мәжілісіне қатыстырмай-ақ жаңағыдай видео арқылы қаралады. Рахмет. Бағдарламамыздың соңында жаңа айттық қой басында, сіздің соттың бәрінде түсінеміз. 6 бірлік қаралған судьяның, алайда сіз қазір тек қана 3 судья болып қызмет етіп отырсыздар, 3 ваканттық орын бар. Жалпы мына теледидарды осы байланысты пайдалана отырып, бір тобықтай түйін айтсаңыз, халыққа қандай ұсыныс айтар едіңіз? Осы татуласу жолында қызмет жасау үшін сіздің сотта қандай қызметтер бар? Осы Мұнайлы ауданының, осы біздің теледидарда көретін біраз бөлігі мен Мұнайлы ауданының тұрғындары деп білем. Сондықтан Серік Тұяқанұлы, өзіңіз осы соттың төрағасы ретінде бір тобықтай түйін айтсаңыз. Енді бұрында да айтып батырық, басқа да нелерді де, баспа газет, журналдарда да айтып отырық. Даудың бітімшілікпен біту деп, яғни медиация тәртібімен, медиацияның тиімділігі жаңағы уақыты да кетпейді, шығында шықпайды. Соны түсіндіріп, халыққа медиация кабинетіне ашылды. Онда кезекші медиатор отырады соттың ғимаратында. Сонымен қатар басқа да кәсіби емес медиатордың спискілері бар. Сол өздері таңдап, қай медиаторға барғысы келеді, сонымен жаңағы бітімгершілікке келіп, медиацияны бітіргеннің, бітімгершілікпен медиацияның енді бұл қазақша бұлай жалпы тілі бітімгершілік қой, бітімгершілікке дауды. Тиімділігі сол, яғни уақытта кетпейді. Қазіргі кезде жоба бойынша 5 күннің ішінде қаралып, бірнеше түскен азаматтық талап арыздар бойынша күніне 2-3 медиация жасалып отыр осы сотпен. Серік Мұратбайұлы, енді өзіңіз бір ауыз халыққа тілек па, ақыл ма айтсаңыз, енді өте ауыр істерді қарайсыздар, азаматтық қиын да, жер дауы көп сіздерде біз білеміз. Халыққа сіздің өзіңіз судья ретінде ашық көмектесуге келген тараптарды бітімгерлікке шақыруға дайын екеніңізді біз білеміз. Сондықтан өзіңіз тарапыңыздан сіз қандай пікір ұсыныс айтар едіңіз осы жолда? Енді біздің ең алғашқы мақсатымыз халықтың сотқа үлкен сенімділігі қажет. Қазіргі кезде атап айтқанда осы 3 айдың қорытындысы бойынша өзім өндірісімде 37 азаматтық іс медиациялық үш тәртібімен аяқталған. Осы халыққа жақсы түсіндірме жүргізілгендіктен түсініп, көп нәрселер үйде отырып өздерінің араларында шешілетін даулар сотта шешіліп жатады. Сондықтан қазіргі кезде осы телеарна, баспасөз құралдарында соттың ашықтығы бәрі халыққа түсіндірілгеннен кейін қазіргі кезде сотқа алкогольдік мәжбүрлеп емдеуден де азайды. Қазіргі кезде көп азаматтар осы медиациялық үш тәртібімен кәсіби медиаторларға жолығып келіп жатыр біздерге. Жаңа бізде өзімізде медиатор бар, арнайы сот төрағасының өкімімен бекітілген, күнделікті жұмыс жасап отыр. Сондықтан осы сотқа деген үлкен сенімдеріне сенім арттыруға шақырамыз. Соттың ашықтығына көп адам түсінбей арызданып жатады жоғары жақ. Рахмет сіздерге бүгінгі бағдарламаға келіп өз пікірлеріңізді айтқаныңыз үшін. Құрметті телекөрермен, қай тентекке де тоқтам бар екенін, бұл заңмен де тоқтам бар, қоғаммен де тоқтам бар. Біз бүгінгі бағдарламада осы мәселенің түп төркінін ашып көрсеткіміз келді. Яғни осы отбасы жанжалында, қоғамдық жанжалға бірден бір себеп болып отырған осы арақ шараптың кесірінен кейбір біздің есіл азаматтарымыз өмірін босқа өткізіп жүр. Алайда өз өміріне осылай керек еместікпен танытып қараған азаматқа
ол заң жолымен де тосқауыл бар екенін бүгінгі бағдарламадан білдіңіздер деп ойлаймын. Сондықтан тек қана осы бітімге келіп дау-дамайсыз ашық та жарқын өмірге шақырамыз. Әрқашанда өзіңіздің құқығыңызды біліп, өзіңізді қорғай біліңіздер. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.